Қайырлы күн достар, бүгін 5 ғана минутыңызды алатын етті рулетімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге болыңыздар. Бізге қажеттісі 3 дана картоп, 3 дана пияз және тартылған ет. Алдын ала картопымыз бен пиязымызды турап аламыз және де үстіне тартылған етімізді салып, үстіне тұз, бұрышымызды қосамыз және де дәмдеуіштерін қалауларыңызға қарай қоссаңыздар болады. Осы орайда сіздермен бір құпиямды бөлісе кетсем, самса болсын, ясный пирог жасасаңыздар да, салмасына кориандр деген дәмдеуішті қоссаңыздар, дәміне өте керемет дәм береді, яғни тандыр самсаның дәмі сияқты өте керемет болып шығады. Ал біздің салмамыз дайын. Келесі кезекте дайын қамырымызды алып, орташа қалыңдықта жайып шығатын боламыз. Және де көп тұрғандарыңыздай мен 4 бұрышта етіп, ұзынша етіп жайып алдым және де 2 бөлікке бөліп, 2 рулет дайындап алдым. Ал сіздер 4 бөлікке бөліп, 4 рулет шығарсаңыздар да болады. Салмамызды салып болғаннан кейін жан-жағын өру үшін арнайлап осылай ұзынша етіп кесіп аламыз. Бұл ет рулетіміздің бір жақсы жері, қамырларыңызды домалақ етіп жайып уақыттарыңызды алмайсыздар. Үлкен етіп жайып, осылай өріп шықсаңыздар болғаны. Яғни қонақ келгенде жылдам дайындай қойғанға өте жақсы. Бәлішімізді өріп алғаннан кейін тавамызға май жағып, үстіне салып шығатын боламыз. Және де бетіне жұмыртқаның сары уызын жағуды ұмытпаңыздар. Үйлеріңізде бар болса күнжутты қосып, табамызды қыздырып, 200 градусқа 25 минутқа пісіріп аламыз. Видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.